сәлеметсің бе менің сүйікті оқушыларым. Бүгін біз сіздерменен қазақ тілі пәнінен жұрнақ пенен жалғауды қайталап өтетін боламыз. Ол үшін мына видеоға назар аударыңыздар. Ай мектеп. Асхана. Қарның ашты ма? Қазір үйге жетеміз. Анамыз ас әзірлеп қойған шығар. Әрине, тамақты үйден ішемін. Біздің анамызға жететін аспаз бар ма? Айтыңызшы. Бүгін біз қосымшалар туралы сабақ өттік. Қалай аталушы еді? Жұрнақ пен жалғау ма? Иә, олар өте қызық. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Ол былайша белгіленеді. Мысалы, қой бұл үй жануары болады да, оған ш жалғасаң, сол қойды бағып жүрген адам болып шыға келеді. Дәрі қана. Ал дәрі сөзіне ерді қоссақ, дәрігер сөзі пайда болады. Дәрігер науқас адамдарды емдейтін маман. Осындай жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа сөзді туынды сөз дейміз. Сонда осылардың бәрі жаңадан туған сөздер ме? Иә, бірақ туған емес, туынды сөз. Кейбір қосымшалар жаңа мағына тудырмайды. Олар жалғау деп аталады. Оларды былайша белгілейді. Мысалы, асқа қа, дәрінің нің, аштар тар, жапырақты т қосымшалары жаңа мағына тудырмайды. Сонда жалғау ат айтып тұрғандай сөздерге жалғанып, оларды бір-бірімен байланыстырады екен ғой. Мысалы, көлікте отыр. Иә, солай. Сондай-ақ жалғаулар жұрнақтардан кейін жалғанады. Мысалы, дәрігердің деген сөзде дәрі түбір, гер жұрнақ, дің жалғау. Балықшылар деген сөзде балық түбір, ш жұрнақ, лар жалғау. О, міне біздің автобус та келді. Қалайық. Жұрнақ пен жалғау. Жұрнақ түбірдің мағынасын өзгертетін қосымшаның түрі. Жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа мағыналы сөзді туынды сөз деп атайды. Мысалы, аспаз, дәрігер, қойшы. Түбірдің мағынасын өзгертпейтін, сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаның түрі жалғау деп аталады. Мысалы, асқа шақыру,
Дәрінің пайдасы. Қойды бағу. Түбір сөзге жұрнақ та жалғау да жалғанады. Жұрнақ бұрын, жалғау жұрнақтан соң келеді. Мысалы, дәрігердің аспазға қойшы мен. Балалар, видеоны жақсылап қарап, есімізге түсірген болсақ, келесі тапсырманы орындаймыз. Мақалды жатқа жаз, жұрнақ жалғанған сөзді тап. Өнерлі жігіт өрде озар, өнерсіз жігіт жер соғар. Жұрнақ жалғанған сөзді тауып, астын сызуды ұмытпаймыз, балалар. Тапсырманы орындап болғаннан соң, келесі тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді көшіріп жаз. Қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талда. Қажымұқан қазақтың тұңғыш палуаны. Ол дүние жүзінің бірнеше дүркін жүлдегері. Қарамен берілген сөзді сөз құрамына талдауды ұмытпаймыз, балалар. Тапсырманы орындап болғаннан соң, шаршап қалған болсаңыздар, сергіту сәтін жасап алайық бірге. Арам зам-зам, гули 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 рам зам-зам. Арам зам-зам, гули 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 рам зам-зам. Арафи, гули 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 рам зам-зам. Арафи, гули 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 рам зам-зам. Повтори, налился. Арам зам-зам, гули 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 рам зам-зам. Арам зам-зам, гули 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 рам зам-зам. Арафи, гули 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 рам зам-зам. Арафи, гули 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 рам зам-зам. Повтори, держись. Арам зам-зам, гули 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 рам зам-зам. Арам зам-зам, гули 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 рам зам-зам. Арафи, гули 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 рам зам-зам. Арафи, гули 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 рам зам-зам. Сергіту сәтін жасап, бір сергіп алған болсақ, келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген жұрнақтар мен жалғаулардың түбірін тап. Яғни, берілген жұрнақтар мен жалғаулардың түбірімен бір-біріне сәйкестендіреміз, оқушылар. Бүгінгі берілген тапсырмалар сіздерге аяқталды. Бүгінгі тақырыптағы тапсырмаларды орындау сіздерге ешқандай қиындық тудырмаған болса, бірінші смайликті, кішкене қиналған болсаңыздар, екінші смайликті. Ал сіз ештеңеге түсінбей, көкейіңізде сұрақ түйіндеген болса, үшінші смайликті маған жіберуді ұмытпаңыздар. Сонымен қоса, орындаған тапсырмаларыңызды дәптеріңізге жазып, маған суретке түсіріп жіберіңіздер. Сау болыңыз, балалар.